Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін 9 желтоқсан дүниетану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы қандай көлік түрлері бар? Бүгін біз көлік түрлері мен олардың қызметін білеміз. Қоғамдық көлікте өзін ұстау ережелерімен танысамыз. Балалар, ертеде адамдар ауыр жүкті арқаларына салып баратын жерлеріне жаяу жеткен. Кейіннен көлік ретінде ең алғаш үй жануарларын пайдаланған. Оларға жылқы, түйе, піл, есек, бұқа жатады. Қазіргі таңда бұл көліктердің маңызы төмендеді. Қазір көліктердің түрлері өте көп. Олар адамның өмірін едәуір жеңілдетеді. Өйткені оларды жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға, ғимараттар салуға және саяхаттауға пайдаланамыз. Балалар, көлік түрлері 4-ке бөлінеді. Жер үсті көлік түрлері, жер асты көлік, әуе жолы көлігі, су жолы көліктері болып. Жер үсті көліктері, олар біз күнде көріп жүрген автомобильдер, автокөліктер және пойыз, автобус, трамвай және тракторлар. Жер асты көліктері өзі айтып тұрғандай жердің астында жүретін ол метро. Әуе жолы көліктері ұшақтар, тікұшақтар, зымырандар, әуе шарлары. Су жолы көліктеріне жатады кемелер, катерлер және қайықтар. Көліктердің қызметі әртүрлі болады. Жолаушылар көлігі ол жолаушылар тасымалдайды, жүк тасымалдау көлігі ауыр жүктерді тасиды, арнайы көліктер арнайы қызмет атқару үшін жабдықталған көліктер. Қоғамдық көлік белгілі бір бағытпен жүретін, көп адамдарды таситын көлік түрі. Оларға автобус, трамвай, троллейбус, метро, ұшақ жатады. Ал арнаулы көліктерге олар халыққа қызмет ететін, көріп тұрғандай көліктер жатады. Олар 101, 102, 103 телефонына қоңырау шалғанда бізге осындай көлік түрлері келеді. Көлікті басқарып отырған адамды жүргізуші, көлікке мінген адам жолаушы деп атайды. Балалар, білгендерің жөн, қоғамдық көліктерде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Қоғамдық көлікте қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? Ойланайық, балалар. Қоғамдық көлікте отырғанда соңғы сәтте көлікке отыруға болмайды. Оның есігіне қысылып қалуымыз мүмкін. Келесі автобусты немесе трамвайды күтуіміз керек болады. Білгендерің жөн. Қозғалыс кезінде сен отыруың керек, ал егер орын болмаса, онда тұтқаларды ұста, әйтпесе құлап қатты соққы аласың. Естеріңде сақтаңдар, жолаушының ережелері сақтауы қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Көлікке мінген жасы үлкен адамға немесе балалы аналарға орын беруіміз керек. Және де жолаушыға тұрмыстық қалдықтар мен өзге де заттарды көліктің ашық терезесінен лақтыруға тыйым салынады. Балалар, алғашқы қоғамдық көлік 1662 жылы Парижде пайда болды. Ол амнибус деген 8 орындық күйме болған. Амнимес сөзі барлығына арналған деген сөзді білдіреді екен. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сіздерге үйге тапсырма, жұмыс дәптерімізге өзіміздің арманымыздағы көліктің суретін салып жібересіздер.